Chrome дегенге кіреміз. Chrome. Поискке осы жерге жазамыз. plcultima.com деп. Поискке басамыз. Осылай сіздерде де шығып тұрады. Үст жағында үш сызықты басамыз. Үш сызықты басқасын осылай шығады. Сол жерде sign in дегенге басамыз. Осы жерге электронный почта и пароль жазамыз. Қазір жазып алайын. Жаздым жаңағы жерге и телеграмға код кетті. Осы 6 сандық кодты осы жерге қоямыз. plcultima.com дегенге кірдім. plc ultimaға свопинг жібергендеріміз мына жақтарда тұр. бір штук біз жібергенбіз. Қазіргі уақытқа дейін осы жерге жиналып қалған. Біз осы жерде тұрған монетаны смарт-койнға свопингке жібере аламыз. Ол үшін мен смарт-койнның сайтына кіріп алуым керек. Мына жердегі төртбұрышты кнопканы басамын. Осы жерге мен новая вкладка деген тұр. Үстіне басып поискке, мына жерге поискке plc swapping деп жазамыз. Дәл осы plcswapping.com деп жазамыз и поискті басамыз. Осы сайтқа кірді. Мына жерде тілді ауыстырып алсақ болады, орыс тілге, русский деп. Үш сызықты басамыз. Аст жағында войти деп тұрады. Біз жаңағы plc Ultimaның сайтымен кіріп қойғандығымыз сол себепті осылай шығып тұр. Қазір осының үстінен басамыз. plc Swapping, смарт-койнға свопинг жасайтын сайтқа кірдік. Енді біз осы жерден Ultimaдан осы жаққа қарай жіберу үшін біз адрес алып алуымыз керек. Адресті swapnode деп басамыз. 5 жылға деп басамыз. Сөйтеміз де біз Ultimаны жібереміз. plc Ultima 5 жылға. Жылдар ауысып кетті. Проценттер жылдына беретін. Бірінші жыл 1%, 2%, 3% еді. 15, 20, 25, 30 деп ауысып салды. Так, енді swapnode дегенді басамыз. Осы аст жаққа түскен кезде мына галочкаларды үстіне басып келсем деп шығамыз. Галочка басамыз. Бастым. Енді осы бір кнопканы басамыз. Енді осындай бет шықты. Аст жаққа түссек, бізге адрес беріп тұр. Біз жаңағы ультимамызды, ар жақта тұрған ультимамызды осы адреске қарай жібереміз. Сол кезде осы сайтқа түседі. Ол үшін біз қазір мына адресті көшіріп аламыз. Мына төртбұрышты бассақ,
көшірілді. Енді маған ультиманың сайтына баруым керек. Ол үшін мына жердегі төртбұрышты кнопканы басамын. Бастым. Енді мен жаңағы кірген сайтым. Жоқ болып кетті. Қайтадан новая вкладка деп басып кірем. Осы жерге өзімнің жаңағы сайтты жазамыз. plcultima.com. Осыған қайтадан өтеміз. Үш сызықты басамыз. Панель управлениеге кіреміз. Енді біз ультиманың сайтына келдік. Қайтадан төртбұрышты басып тексеріп көрейін. Смарт-койнның несі тұр ма? Біз жаңа кірген смарт-койнның сайты, мына ультиманың сайты. Қазір мына жақтағы мына кішкентай тұрған монеталарды мына адреске қарай жіберейін деп жатырмыз. Қайтадан мынаның үстінен басып кірейін. Выплата дегенді басамыз. Мына монетаны қазір жібереміз. Выплатаны бастым. Енді адрес кошелек деген жерге, осы жерге үстінен басамыз да, үстінен басып тұрсақ, вставить деген шығады. Вставиттің үстін басамыз. Сол кезде біз жаңағы көшіріп алған адрес осы жерге қойылады. Максимум дегенді басамыз. Яғни қанша ультимат жібереміз деген жерге максимум деген басамыз. Сол кезде барлық шығарылуға дайын тұрған ультиманы шығады. Енді максимум дегенді басқасын аст жаққа түскен кезде перевести дегенді басамыз. Басқан кезде тағы да телеграмға код кетті. Телеграмға қазір мен кодты алып алайын. Код келді, мен оны көшіріп алайын. Осы жерге қоямын. Ставить етем. Болды, міне біздің монетамыз жіберілді. Осы монетамыз мына адреске кетті. Енді біз қайтадан төртбұрышты кнопканы басамыз. Сөйтіп, мына сайтқа кіреміз. Біз жаңағы мына жаққа қарай жібердік қой. Осы смарт-койнның сайтына кіреміз. Кірген кезде сәл үст жаққа көтерсеңіз, ожидание деп тұрады. Осы жасыл жану керек. Оған дейін күтеміз. Міне успешно болды. Енді өзі осылай теспейміз. Өзі сразу ауыстырып жібереді. Міне осы жерден біздің жаңа жіберген ультимамызды көрсек болады. Осында жіберіп біз осы уақытқа дейін аст жаққа түссек, жаңа біздің жібергеніміз бірінші жылы 1041 монета, 1000 монета береді. Үшінші жылы 2000, 2500, 3000 монета береді. Барлығы көрсетіп тұр. Мына жақта классик тұр. Мына жақта үш сызықты басып, жаңағы нелердің барлығын история своптан көріп отырмыз. Мына жақтан панель управлениеге кірсек,
Міне енді бізде 84.684 монета 5 жылда беріліп бітеді. Осы монета мына жаққа қарай түсіп отырады. Осы жақтағыны шығарып отыруға болады.